Қонақта бүгін Моля және де күйеу баламен. Мені қызым алып кетті. Алып қашанды десең. Қалай сізбен таныс болайық? Есімі Майсалжан. Бірақ танитын шығар енді. Айсыны айтсек те болады. Өздерінің жігіті. Айтамыз. Біздің қызды бақытты етіп жүрген жігіт осы, құрметті көрермен. Бақытты қылатқаныма ризамын. Осындай қыздар негізі бақытты. Өзіңіз де бақыттысыз ғой әйтеуір. Түрінен көрініп жатыр ғой негізі. Енді той қашан? Негізі все в планах, бәрі жоспарда. Күтіп жатқан адамдарға күтіңіздер. Біздің ешкім күтпеген қонағымыз Аруна ортада. Қалыңыз қалай? Сізді көрмегелі көп болды, естімегелі көп болды. Шынымен ешкім күтпеді. Өзім де күтпедім бұл нәрсені. Сол келіп қалдық. Бүгін қосақтың туған күні. Қалай осы жақта адам басқаннан кейін міндетті түрде бұл жерге ораламыз. Барлығы айтады ғой, неге осы қосаққа келе береді деген сияқты. Бірақ бір келгеннен кейін бұл жер өзіміз үйіміз сияқты қайтып тұрады екен бәрібір. Бауырымызға басып алатынымыз бар енді. Сізді қол ұстасып жіберген едік. Соны қазір айтайын деп отырмын. Соны айтайын деп тұрмын. Эфирде көретін боламыз, иә? Міндетті түрде жауабын білеміз ба? Білесіздер. Енді бір қосаққа тілек болса? Қосаққа шын жүректен тек қана өрлеу ғана тілеймін. Берекелі осы жақта тұрған отбасылардың барлығы бақытты болсын дегім келеді. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыздар? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Студияға келдік. Студияда ерекше атмосфера. Бүгін бізде Қосылайық бағдарламасында туған күн. Мына жерден бұрынғылардың адамдар келіп жатыр. Мына перденің артында кім бар екен? Мына жерде менің жаным жүр, мына жерде Нуни, қыздардың бәрі енді әдем болып киініп алған. Бүгін бізде мереке, бүгін бізде қуаныш. Өйткені Қосылайық жобасына бүгін 6 жыл, достар. Мына жақта. Екеуін түсіресіз, екеуін түсіресіз. Мына кісі жеңшем болады мен. Жеңшелерімді тауып адым. Қазір ескілер де келеді, басқа қатысушылар да келеді, қызық болайын деп тұр. Жалғыз етіп қоймайды біздің мисым. Қалайсыз? Қалайсыздар? Жақсы, шүкір Аллаға. Қандай жаңалықтарыңыз бар? Жаңалықтың бәрі сізде негізі. Жаңалығым? Қандай? Білмеймін ғой, бір жұп ретінде шығарып салып едік. Жалғыз өзіңіз келіп тұрсыз. Жұбыңыз үйленуге сөз салып кетіп еді. Соны айтамын. Бір сырға салу енді болайын деп. Өмір ғой, сырға, получается, пока мынандай сырғамен жүре тұрамын, одан кейін барып, салмат шығар бір бриллиант деп күтіп жүріп енді. Қандай ғой, бұйырғаны. Басқа жігіттен күтеміз ба енді? Получается? Енді жобаның арқасында таптық, бір опыт тәжірибе ретінде қабылдадық. Бірақ солай болып қалды. Сыртта бір сөйлесіп жүрген жігітіңіз бар ма? Пока жоқ, пока сөйлесу деген вообще ойда жоқ болып тұр. Травма ма? 1,5 жыл шаршап қалдым енді. Басым бос болып, өзім қалаған тоқтырып. Қосаққа бір тілек болса? Қосақ жобасына, Қосақ жобасына барлық жақсылықты тілеймін. Ең күшті қатысушылар да осы жерде, ең мықты мамандар да. Қосақ жобасына барлық жақсылықты тілеймін. Жаңа айтып жатқандай бұл жерде ең мықты мамандар, жүргізуші болсын, бұл жерге келетін қатысушылар болсын, барлығы өте керемет. Как обычно, осындай күшті жоғарғы деңгейде қалуын тілеймін әрине де. Және де өте көп той тілеймін, осы жерде күшті тойлар болсын, немерелерді, шөберелерді осы жерде көремін. Ал құрметті көрермен, біздің бірінші қонағымыз Нұрсұлтан. Қалыңыз қалай? Күшті, керемет. Қосылайықтың туған күні құтты болсын. Той-тойға ұлассын. 6 жылдық қой. 60 жылдығына жиналуға нәсіп етсін, қартайған шалым. Қалыңыз қалай, Жансая? Қош келдіңіз. Қош көрдік, көп рахмет. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сәл бір үйрене салмай жүрмін ба? Өзгерістер көп, иә? Өзгеріс өте көп. Құрбыңызды бізге үміткер болып жібердіңіз, өзіңізші? Өзім сол іздеу үстіндемін. Бұл жайды сағынып тұрасыз ба? Өтірік айтпай қойын, дос ретінде қатты сағынатынмын. Көрдіңіз ба бір-екі попыткаларын? Көрдім. Түбі бірақ бәрібір Жансаяны сағындым деп жылады енді. Отырмай, жылап қалмасын, жыламаш деп әйтеуір держится. Ұстады ма өзін? Өзіңізде қандай жаңалықтар? Қашан тұрмысқа шығамыз? Қашан бізді таныстырасыз бір жігітпен? Тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Жақын арада. Тек қана жігіт табып алды болды. Солай айту бұйырсын негізі, иә? Біздің әріптесіміз Айдана студияға келіп қалды, бізді құттықтап кетуге. Қалайсыз? Керемет, студия құлпырып кетіпті. Өзгеріп кетіпті кішігірім. Я, бізде өзгеріс көп. Сізде қандай өзгерістер бар? Бір тұрмысқа шығуған
Қашан? Енді шын айтайыншы, қазір өзім қатты ниеттеніп жүрмін, себебі бәрібір де енді кезінде айтатын едік қой, отырған қыз орнын табады, уақыт әлі бар деп. Бірақ қазір сезіп жүргенім 32-ге келемін бір аптадан кейін, 10 күннен кейін. Әрине, тұрмыс құруға деген Ниет бар, иә, асығыс. асығыс бар. Асығыспын. Ал қаншалықты жүзеге асып жатыр қазір жарнамадан кейін, Құдай қаласа. Айдана, қосаяққа бір тілектеріңіз болса. Құрметті көрермендер, бізде тағы бір жұбымыз келіп құттықтауға келген екен. Қалайсыздар? Қандай жаңалықтарыңыз бар? Ой, жаңалық деген көп бізде қазір енді эфир барысында айтамыз, бұйыртса жаңалық көп. Қосаяқ мейрамы құтты болсын. Қосаяққа бір-екі тілектеріңіз болса. Осы жерде қосылған жұптар ретінде бір ақылдарыңыз болса қазіргі қатысушыларға. Енді не деймін, қосылайық жасай берсін, екі жастар көбейе берсін, яғни қосылайықта бір-бірін теңін тапсын деймін, біздің жолымызды берсін. Ал Сәдәулет, қалайсыз? Тағы бір қош келдіңіз. Тағы да қош көрдік. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бізде бәрі жақсы, сіздің жаңалықтарыңыз бар ма? Әніңіз қалай болып жатыр? Күшті болып жатыр, әндерім бәрі. Жаңалықтарым өте көп. Қазір уақыт болса айтамыз, уақыт болмаса өз инстаграмда айтып жүремін. Сәдәулет, Қосаяқтың туған күніне келіп қалдыңыз ғой, енді бір тілегіңіз болса, бір есте қалған оқиға болса. Тілегімді айтайын бірінші, Қосаяқ жобасына үлкен рахмет айтамын. Қосаяқ 6-ға толды. Бұл деген 6 жыл еңбек. Сіздердің еңбектеріңіз, команданың, Абидің, жалпы бүкіл жан достың еңбегі сонша Буратино тасиды бізге арасында. Соның бәрі жасай берсін, Қосаяқ тек қана мәңгі болсын. Жаңа да айттық тілектің арасында Қосаяқпен біз өстік, тәжірибе алмастық, разымын. Ал қызықты оқиға, бір қыздар мені жылатып кеткен десің, ойнап айтам. Ең қызық нәрселер Ернар екеуміздің арамызда шығар сол? Түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді болып жатырмыз. Дем алып, жүктіліктен рахаттанып жүрміз, шынымды айтсамшы. Ешкімнің сөзіне 1 минут уақыт бөлуге жаланем жоқ. Бұлай үндемегенде келісу деп түсіну қателікті, әркімнің өзінің деңгейі болады. Менімен сөйлескісі келетін адам, менімен беттескісі келетін адам, маған күйе жаққысы келетін адам, мен жүріп өткен жолмен жүріп кесін. Ең бірінші 1,5 миллион подписчик жинасын. Мақұл 50% жинап берсінші. 700 мың подписчик жинап берсін. Одан кейін 100 отбасыға хорошо халықпен бірге баспана сыйлап берсін. Айырғылаш тілдер бар екен ғой, сол тілдер көмектесетін шығар елдің алдына шығуға. Одан кейін налоговыйға барсында мен төлеген салықты қарап, сондай оборот жасап берсін. Әркімнің өзінің деңгейі деген нәрсе болады да, әркімнің өзінің биігі болады. Мен сынамайды екенмін, шын айтамын. 15-20 мың подписчикпен маған не қылмай қойсын. Сосын ол адамның атың шықпаса жер өрте, арсыз болмай атақ жоқ деп, оның арсыздығына қосылып алып, мен оған подписчик жинап беруге менде тым желание жоқ екен, шын айтамын. Ит үрет, керуен көшет. Не керек конкретно? Мен байып кеткенім өтін тесіп баратыр ма? Барсында налоговыйға барып арыз жазсын. Салық комитеті бар, кірістер комитеті бар, департамент па кірістер әлде. Барсында арыз жазсын соған. Шәуілдеп босқа. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.